Ассалаумағалейкум, аңыз доп YouTube арнасының көрермендері. Иә, Барселона Лондонда сүрінді. Иә, матч өте ауыр өтті. Бірақ дәл осындай кештерден кейін біз көбінесе ұлы командалардың қалай туатынын көреміз. Флик айтқан бір сөйлем финалдық ысқырықтан да қатты естілді. Өте жақын арада сіздер мүлде басқа Барсаны көресіздер. Бүгін біз сол сөз неге маусымның ең маңызды бетбұрысының басталу нүктесі болуы мүмкін екенін талдаймыз. Достар, жайғасып отырыңыздар, бастаймыз. Кешке Барселона Стэмфорд Бриджде Челсиден ойсырай жеңілді. Бұған қарсыластың күштілігі де, Каталония клубының өз қателіктері де әсер етті. Олар УЕФА Чемпиондар Лигасында 3-0 есебімен ұтылды. Ойынның бірде-бір сәтінде Барселона басым команда болып көрінбеді. Ал Араухоның алаңнан қуылуынан кейін шанс мүлде қалмады. Бірінші таймның ортасында Жюль Кюнде өз қақпасына гол салып қойып, Челси алға шықты. Барселона таразы басын теңестіре алмады. Үзілістен кейін Эстевао мен Лиан Делаб есепті 3-0-ге жеткізіп, каталондықтардың ширек финалға үмітін әлсіретті. Жыл сайын бапкерлер Рональд Араухоға сенім артып, оны Челсидің маңызды матчының негізгі құрамына қояды. Бірақ ойыншы қайта-қайта матч тағдырын өзгертіп жіберетін ауыр қателік жасап, командасын тығырыққа тіреп қояды. 2 маусым бұрын ол PSG-ға қарсы кездесуде алаңнан қуылып, команданы жартылай финалдан айырған. Өткен маусымда Интерге қарсы матчта қорғаныста сәтсіз ойнап, нәтижеге кері әсер етті. Ал кеше Челсиге қарсы өте маңызды матчта негізгі құрамда шығып, бірінші таймда тағы да қызыл карточка алып, команданы 10 ойыншымен қалдырды. Шынын айту керек, өзінен басқа кінәлайтын ешкім жоқ. 32 минутта ол төрешімен орынсыз сөз таластырудан сары карточка алды. Ескертуге қарамастан, 12 минуттан кейін жауапсыз, қауіпті подкат жасап, төрешіге басқа таңдау қалдырмады. Барселона онсыз да әлсіз көрініп жатқанда, оның алаңнан кетуі ойынды түбегейлі Челси жағына бұрып жіберді. Араухоның қатесі кештің шешуші сәттерінің бірі болды. Бірақ бір нәрсені мойындау керек. Челси Барселонаны қызыл карточкаға дейін толық басып тұрды. Әсіресе орталық алаңда Энцо Мареска командасы толық үстемдік етті. Каталондық үштік допты алып жүруде де, қысымнан шығуда да жеңілді. Педри жарақатына байланысты қатыса алмағандықтан, Эрик Гарсия мен Френки де Йонг қостырек ретінде шықты. Гарсия Челсидің физикалық қысымына шыдамады. Ал де Йонг ойынды өз пайдасына өзгерте алмады. Мойзес Кайседо мен Рис Джеймс қорғаныс жартылай қорғаушы ретінде мінсіз ойын көрсетті. Дуэльдердің көпшілігінде жеңіп, допты қайта-қайта тартып алды. Энцо Фернандестің артқа жасалған терең жүгірулері Челсиге ойынның қарқынын толық бақылауда ұстауға мүмкіндік берді. Аргентиналық жартылай қорғаушы Фермин Лопеспен салыстырғанда 2 есе ықпалды ойын көрсетті деуге болады. Ауыр жеңілістен кейін сөз алған Барса бас бапкері Ханси Флик сабырлы сөйледі, бірақ оның сөзінің астарында көңілсіздік, жауапкершілік және эмоцияны басқару талпынысы анық сезілді. Ол матчтың басталуы жаман болмағанын айтты. Барселонаның алғашқы гол соғуға керемет мүмкіндігі болғанын, бірақ Араухоның қызыл карточкасынан кейін бәрінің өзгергенін мойындады. Фликтің айтуынша, Челси деңгейіндегі командаға қарсы 10 ойыншымен ойнау мүмкін емес, әсіресе олар допты бақылап, жоғары қарқын көрсетіп тұрғанда. Ол қызыл карточканың ойын тағдырын толық өзгерткенін жасырмады, бірақ командаға сылтау іздемей, бұл жеңілісті қабылдап, алға жүру керегін айтты. Араухо эпизодына жеке тоқталып, бірінші сары карточканың неге берілгенін түсінбегенін, бұл жағдайды ойыншымен жеке талқылайтынын жеткізді. Бірақ екінші фолдың ақталмайтынын, мұндай қателіктер Чемпиондар Лигасы деңгейінде болмауы керегін атап өтті. Соған қарамастан, Флик болашақ туралы сенімді сөйледі. Ол оң сәттерді көргенін айтты. Рафиньяның оралуы, Маркус Решфордтың жақсы ойыны және ең бастысы, соңғы апталардағы жаттығу қарқындылығы. Оның айтуынша, команда 6 апта бұрынғыдан мүлде басқаша жұмыс істеп жатыр. Ал соңында айтқан бір ғана сөйлем жанкүйерлерге арналған уәде сияқты. Жақында сіздер мүлде басқа Барселонаны көресіздер. Өте жақында, қазіргі таңда Барселона 5 матчтың 2-інде жеңіліп, 1-інде тең ойнап, турнирлік кестеде жайсыз жағдайда қалды. Команда 15 орында тұр, және 5 турдың қалған ойындарын ескерсек, тіпті одан да төмен түсуі мүмкін. Топтық кезеңнің соңына дейін 3 матч бар.
Теориялық тұрғыдан олар 9 ұпай алып, барлығы 16 балмен аяқтай алады. Бұл өткен маусымда 8 орын алған команданың нәтижесімен бірдей. Сондықтан Барселонаның мүлде мүмкіндігі жоқ деуге болмайды. Бірақ өте қиын деуге толық негіз бар. Әрі бәрі тек өздеріне байланысты. Ханси Флик командасын алдағы 3 матчқа дайындап, максимум нәтиже көрсетуі керек. Бірақ сонымен бірге клуб 8 орыннан тыс қалса, қосымша 2 матчтық плей-оффқа моральдық дайын болуы тиіс. Қазір бұл сценарий реалистік көрінеді. Иә, Лондон ауыр соққы болды. Бірақ бұл команданың әлеуеті бар. Жас лидерлер бар, структура бар. Тек әзірше ол жүйе жұмыс істемей тұр. Алда бұдан да қызық болады. Егер Барселонаның осы хаостан қалай шығатынын бақылап отырғыңыз келсе, жазылуды ұмытпаңыз және хабарландыруды қосып қойыңыз. Біз бәрін талдап отырамыз.